Джереми сыныптасы Дарладан хабарлама алады. Ол одан оның артынан оңаша жерге баруын сұрайды. Не болып жатқанын түсінбесе де, жас жігіт дәлізде қыздың соңынан еріп, әйелдердің киім ауыстыратын бөлмесінде қалып қояды. Ол жерде болмау керектігін түсінген Джереми қорқа бастайды. Бірақ содан кейін Дарла оған жақындап, күтпеген жерден сүйседі. Көзін қайта ашқанда, оның енді оның досы емес екенін түсініп, одан алыстауға тырысады. Осыдан кейін бірден киім ауыстыратын бөлмедегі барлық басқа қыздар қашып кетуге тырысып жатқан жас жігітке саусақтарын көрсетіп күле бастайды. Бірақ олар оны тез ұстап алады. Дүрбелеңге түскен Джереми көмекке шақырады, және оған үлкен қайшы ұстаған әйел шабуыл жасамақ болған кезде, ол мұның бәрі жай ғана қорқынышты түс екенін түсініп, төсегінде оянады. Жеңілдеп қалған жас жігіт орнынан тұрып, мектепке қарай бет алады. Бірақ сабақ кезінде ол Дарлаға қарай бастайды. Ал оның қарап тұрғанын байқаған кезде, оған жазба жібереді. Назар аударыңыз, ол енді оған қарамайды. Бұл студенттің көңілін қалдырады. Содан кейін ол ауысымын жақын маңдағы азық-түлік дүкенінде курьер ретінде бастау үшін кетеді. Әріптесімен бетпе-бет келгенде, Джордж оған бір күнде не істеу керектігін түсіндіріп, жаңа клиент туралы айтады. Джереми жеткізу ақпаратын қызға қарап, мекен-жайдың біраз уақыттан бері қараусыз қалған сарайға тиесілі екенін түсінеді. Жұмбақ жаңа тұтынушымен кездескеніне қатты қуанған жас жігіт сарайға қарай бет алады да, келген соң оны кіруге шақырған дауысты естіп, есікті қағады. Сөйтіп, жас жігіт қараусыз қалған үйге кіріп, асханада оны бақылап тұрған мысықты тауып алады. Кішкентай жануармен араласқысы келген курьер онымен сөйлесуге келіп, оны еркелетуге тырысады. Бірақ мысық оның саусағын тістеп қашып кетеді. Көп ұзамай сахнаға жұмбақ әйел шығады. Ал Джереми оның Дарламен бірге түсінде сахнаға шыққан адам екенін түсінгенде шошып кетеді. Үй жануарымен болған апат үшін кешірім сұрағысы келген әйел жас жігітке жақындап, саусағындағы жараны біртүрлі түрде ұстайды. Бұл оны әбден абдырап қалдырады. Сонымен бірге әйел Джеремидің атын атайды, және оның әлі өзін таныстыра алмағанын түсінген курьер бала бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, кетуге шешім қабылдады. Алайда, жас жігіт кетіп, үлгермей жатып, тұтынушы оған шынымен ұнағанын айтып, оны ымырт жабылған кезде қайта қонаққа шақырады. Бұл Джеремиді одан сайын шатастырады. Бірақ ол бұл идеяны жақсы көреді, және келесі күні бұл туралы досына айтады. Қуанып, Ральф бұл оның досының өміріндегі ең үлкен мүмкіндігі екенін айтады. Өйткені жұмбақ әйел өте әдемі ғана емес, сонымен бірге оған ғашық болған. Осыған қарамастан, Джереми өзінің қорқынышты түсінде көрген адам екенін, және оның қандай да бір қорқынышты себебі болуы керек деп ойлайтынын айтады. Алайда, Ральф досының айтқанына мән бермейді, және мұны осындай кездейсоқ оқиғаның орын алуымен байланыстырады. Бұл Джеремидің жеке өмірінде Құдайдың көмегін алғанын білдіруі мүмкін. Сонымен бірге көрші үстелдердегі оқушылар Ральфтың кеңесімен келіседі, және сыныптастарының дұрыс айтқанын түсініп, ол кездесуге баруды шешеді. Кейінірек, оқиға орнына келген соң, Джереми мысықпен қайта кездесіп, оның соңынан еруді шешеді. Жануармен оған осы әйелді табуға көмектесе аламын. Екінші қабаттағы бөлмелердің біріне жеткенде, оны ақыры әйел күйге келе жатқан ақ фургонды байқап қалады да, досына қауіп төніп тұрғанын түсініп, оны шақыруға тырысады. Мәселе мынада, Джереми оны естімейді, және өзін Нора деп таныстырған әйелмен жалғыз қалуды жалғастыруда. Осы кезде үйге жұмбақ дуэт кіріп келеді де, уайымдаған жас жігіт үй иесі әлі де қонақ күтіп жүрме деп сұрайды. Алайда Нора сұраққа жауап бермей, Джеремидің мойнынан тістеп алады. Осыдан кейін бірден бөлмеге ер адамдар тапаншаларын әйелге бағыттап кіреді. Ал шошып кеткен жас жігіт оқиға орнынан қашып кету үшін жылдамдықты арттырып жатқан Ральфтың көлігіне қарай жүгіреді. Тез арада ер адамдардың бірі Джеремиді қуып жетуге тырысады, бірақ баспалдақтан құлап кетеді. Ал ерлі зайыптылар қашып үлгермей жатып, ол көлікті байқап қалып, жастардың Милтон орта мектебінің оқушылары екенін анықтайды. Осы сөздермен екі жас үйге қайтып келеді. Ал Джереми оның мойны жарақаттанғанын байқаса да, оған бәрібір, өйткені ол керемет түнді өткізді. Сонымен бірге ер адамдар оның үйіндегі тесікті жөндеп жатыр. Ал олардың келесі қадамы жас жігітті, ер адамды табу болады. Ер адамдар іздеуді бастау үшін фургонға мініп, кетер алдында әйелдің үйін жарып жібереді. Жуынатын бөлмесінде Джереми тістеген жарасына таңғыш тағып, төсекке жатуға тырысады. Бірақ көшеден бірнеше иттің үргенін естігенде, ол не болып жатқанын тексеруді шешеді. Осы кезде жас жігіт үйінің алдында бір топ иттердің жиналып жатқанын байқайды, және ол оларды қорқыту үшін итарқа пайдаланады. Алайда Джереми жұмбақ адамның оны көшенің қарама-қарсы жағынан бақылап тұрғанын байқап, жасырынуға кетіп бара жатқанын байқайды. Көп ұзамай жас жігіт бұл адамның жоғалып кеткенін түсініп, мазасыздана бастайды. Келесі күні таңертең Джеремидің терісі бозарып, аштық сезінбейді. Бұл оның таңғы асын ішуіне кедергі келтіреді. Дәл осы сәтте Ральф пайда болады, бірақ ол досының жағдайы нашар екенін, және бір күнді үйде өткізуге тура келетінін естиді. Ол мектепке жалғыз барады. Болған оқиғаның барлығын ой елегінен өткізіп жатқанда, Джереми әкесі оқып жатқан газеттегі жаңалықтарға сүрініп, кеше түнде Нораның үйі өртеніп кеткенін біледі. Үмітін үзген жас жігіт мектепке баруды ұйғарады.
автобуспен келе жатып көлікті көреді. Бұл тағы да жұмбақ адам. Өзіне қауіп төнуі мүмкін екенін түсінген Джереми Ральфқа өрт туралы айтып, оның артынан біреу келе жатқанын түсіндіреді. Жағдайдың қалай өрбігеніне алаңдаса да, балалар өздерінің еш нәрсе істемегендерін біліп, сабыр сақтауға тырысады. Сондықтан билікпен ешқандай проблемалар туындамайды. Кейінірек бұл жұп мектепті тастап кетеді. Содан кейін Гримс пен Леопольд Нораны қиратқан адамдар. Оларға жақындап келе жатқан ақ фургонды байқаған Ральф жасырынуға бел буып, қылмыскерлерден қашуға тырысып, бар жылдамдықпен аймақты айналып өтеді. Алайда бұл нәтиже бермейтін сияқты және жастардың ойына екі көліктің жол патрулінің қызметкерлерінің жанынан өту идеясы келеді. Содан кейін олар қуып жетіп, студенттерге осы уақытқа дейін қауіпсіздікті сақтауға мүмкіндік береді. Келесі күні Джереми әдеттегідей жұмыста болған кезде, оның артынан жұмбақ адам келе жатқанын байқады. Қорыққан жас жігіт қашып кетуге тырысады, бірақ Дарлаға тап болып, онымен бірге жасырынуға бел буады. Мәселе мынада, қыз жұмбақ қуғыншыны байқамай, жай ғана сатып, алуларына қайта оралатын сияқты. Бұл жағдай Джеремиді одан сайын алаңдатады және үйде ол блендерінде смузи жасауға тырысады. Осы кезде жас жігіт қанға тартылып, сусынына бір кесек ет салып жатқанын байқайды. Бірақ бұл оны одан сайын шатастырады. Сондықтан ол ұйықтауға бел буады. Джереми демалмай тұрып, өзін Мадок деп таныстыратын және жас жігіттің вампирге айналғанын мәлімдейтін жұмбақ адам оны таңғалдырады. Мұны естіген жас жігіті ашуланып, ер адамға кетуді бұйырады. Өйткені ол оның айтқанына сенбейді. Кенеттен бөлмеде жас жігіттің анасы пайда болады және ол өзіне келген қаскүнем туралы түсіндіріп үлгермей жатып, Джереми ер адамның жоғалып кеткенін байқайды. Абдырап қалған жас жігіт терезеден қарап, оның артынан кетіп бара жатқан жабайы қасқырмен бетпе-бет келеді. Мен оны бірнеше секунд бақылап отырамын. Келесі күні таңертең Джереми Мадокпен тағы бір рет соқтығысады. Ал ер адам одан сөйлесу керек екенін айтып, көлікке отыруын өтінеді. Содан кейін жас жігіт мұны не үшін жасау керектігін сұрайды. Ал ер адам уақыт өте келе, егер ол онымен айналыспаса, түсіндіреді. Вампиризм Джереми оның белгілерінен көбірек зардап шегеді. Жас жігіт бұл идеяны қабылдады, ал оның ата-анасы оның бейтаныс адамның көлігіне отырғанын көріп уайымдады. Саяхат кезінде Мадок өзінің де, Джеремидің де тірі вампирлер екенін және осы себепті олар күндізгі жарықта далаға шыға алмайтын өз түрлерінің басқа мүшелері сияқты қиындықтарға тап болмайтынын түсіндіреді. Сонымен қатар, ер адам жас жігітке вампиризм туралы жазбалары бар дәптер беріп, оған бұдан былай өзінің жаңа өмірі туралы оқып, білу керек екенін, әйтпесе ол үлкен қиындықтарға тап болатынын айтады. Бұл ақпараттың бәрі Джеремиді ашуландырады және оны қабылдаудан бас тартып, ол адамға көлікті дереу тоқтатуды бұйырады. Өтінішті елемей, Мадок түсіндірмелерін жалғастырып, кеше түнде Джереми мен оның досының соңынан ерген ерлі зайыптылардың вампир аңшылары болғанын айтады. Алайда Мадок жас жігітті тыңдамайды және оған қасапшының танысының визиткасын береді. Ол адам жас жігіттің үйіне шошқа қанын апара алады. Сондықтан ол өзін асырау үшін ешқандай қылмыс жасамау керек. Мұның бәрі қаншалықты ақылсыз болып көрінетінін түсінген Джереми көліктен түсіп, мектепке бара жатқан автобусқа мініп, көптеген қайғылы жаңалықтарды естігеннен кейін сабырлы болуға тырысады. Кейінірек дәліздерден өтіп бара жатып, Джереми Дарланың музыка бөлмесінде жаттығып жатқанын естіп, оған сөйлесуге жақындап, оған бұл туралы айтуды шешті. Оның армандаған арманы, бұл оқиғаны естіген бойжеткен толқып, онымен бірге тәуекелге барғысы келетінін сезді. Джереми оны сол күні кешке кездесуге шақырады. Бірнеше сағаттан кейін кездесуге дайындалып жатқанда, ол қырынуды шешеді. Мәселе мынада, Джереми енді өзін айнадан көре алмайды. Сондықтан ол бетін ұстарамен кесіп тастайды. Осыған қарамастан, жас жігіт бас тартпайды және Дарланың үйіне барады. Оны қыздың ата-анасы қарсы алады. Қызының алғашқы кездесуіне қуанып, жасөспірімдерден бірге суретке түсуін сұрайды. Ал Дарла отбасының мінез-құлқынан ұялады. Суреттерден кейін Джереми қызды көлігіне ертіп барады. Ал Дарланың ата-анасы жас жігіттің көлікте неліктен жоқ екенін анықтауға тырысады. Бірнеше минуттан кейін ерлі зайыптылар жеуге болатын барлық нәрсе пиццериясының үстеліне отырады. Бірақ ол Джеремидің тамақ іше алмайтынын байқаған кезде, Дарла даяшыдан пиццаның ингредиенттері туралы сұрайды. Содан кейін әйел негізгі ингредиенттерді тізімдейді және тағамның құрамында сарымсақ бар екенін естігенде, Джереми өзінің вампиризмінің тағы бір симптомынан зардап шегетінін түсінеді. Ерлі зайыптылар түннің қалған бөлігін бірге өткізу үшін араласатын басқа жерге барады. Осы уақытта Ральф үйде өзінің сүйікті әніне билеп жатқанда, фургонынан оны бақылап тұрған бірнеше қылмыскерді байқады. Үмітін үзген жас жігіт жындылармен күресу жоспарын ойлап табуға тырысады және бейсбол таяқшасымен далаға шығып, ерлердің назарынан тыс қалады. Ұзақ күтуден шаршаған Леопольд ұйықтайтынын айтады. Ал Гримс дүрбімен үйді бақылап отырады. Жүргізуші зергуден ызылдай бастайды. Ал ашуланған бастық оған көліктің сыртында қалуды бұйырады. Бірнеше секундтан кейін Ральф пайда болады. Ол Ральфты жас вампир деп санайтындықтан, өзін қорғау үшін айқышқа шегеленуді қолданатын көмекшімен бетпе-бет келеді. Осыдан кейін бірден ер адам фургонға қарай жүгіріп барып, сол жерден тезірек кету үшін жылдамдықты арттырады. Осы уақытта Джереми Дарламен кездесуін жалғастыруда
Бірақ дәл осы сәтте жас жігіт жас әйелдің мойнынан тістеп алғысы келеді. Не болып жатқанын түсінуге тырысып, Джереми бір қадам артқа шегініп, тістерінің қайрай бастағанын байқап, үмітін үзеді. Екі рет ойланбастан, жас жігіт Дарладан көліктен түсуін өтініп, қашып кетеді де, қызды абдырап қалдырады. Ол есінен танып қалмас бұрын өзінің вампиризмін басқаруға тырысып, Джереми Мадоктың оған берген картасында көрсетілген қасапханаға барады және жас жігіттің вампир болғысы келетінін түсініп, жарты литр шошқа қанын сұрайды. Ер адам күле бастайды да, оған контейнер береді. Джереми тез үйіне қарай бет алады да, сұйықтықтың дәмін татып көргеннен кейін, оның дәмі ол ойлағандай жаман емес деген қорытындыға келеді. Өзінің шынымен вампирге айналғанын түсінген жас жігіт өзінің жаңа өміріне барған сайын қызыға бастайды және шошқа қанын көп мөлшерде тұтына бастайды. Тіпті Мадокты онымен бірге уақыт өткізуге шақырады. Олардың кездесулерінің бірінде Джереми неге бұлай болды деп ойлайды. Ал ер адам вампир болу апат емес, тағдырдың сыйы деп жауап береді. Содан кейін Мадок олардың жастық шағы мен дене бітімі қарапайым адамдардан әлдеқайда жоғары болуымен қатар, олар қабілетті екенін түсіндіреді. Әртүрлі қабілеттерді пайдалану туралы және бұл ақпарат жас жігітті одан сайын қуантады. Вампир одан жаңа қабілеттерін қалай пайдалану керектігін үйрену үшін оған берген вампир күнделігін оқи бастауын сұрайды. Келесі күні Джереми болған оқиға үшін Дарладан кешірім сұрау үшін мектепке барады және оны кешіргісі келмейтінін түсінеді. Ол оның ақыл ойын басқаруға тырысады. Алайда, оның күштері дұрыс жұмыс істемейтін сияқты, ал қыз кетіп бара жатып, жас вампирді абдырап қалды. Бірнеше сағаттан кейін Ральф қала орталығындағы дүкеннен шығып бара жатқанда, оны бақылап тұрған ессіз аңшыларға тап болып, ашулана бастайды. Бұл мәселені шешкісі келген жас жігіт Джеремиді үйінің сыртында кездестіріп, неге оны емес, оның соңынан еріп жүргенін сұрайды. Джереми оның түсінігі жоқ екенін айтып, досына өзінің вампиризмі туралы айтуды шешеді. Алғашында Ральф жас жігіттің айтқанына сен бас тартпайды және айнада шағылыспағанын көрсеткеннен кейін ол бөтелкеден бір жұтым ішеді. Ол өз бөлмесіндегі шағын тоңазытқышта сақтаған қан бөтелкесі. Джеремидің шындықты айтып тұрғанын түсінген Ральф үнсіз қалып, кетуге бел буады. Ымыртында Мадок оны таң қалдырды, ол қоштасуға келгенін айтты. Ер адам енді оны өзінің жаңа вампир өмірімен таныстырғаннан кейін, оның енді қажет емес екенін, сондықтан ол кетіп қалуы керек екенін түсіндіреді. Тағы бір жаңадан келген адамға көмектесіңіз. Қайғыға батқан Джереми өз өмірімен не істерін білмейтінін және ең жақын досын қорқытқаны үшін өзін кінәлі сезінетінін айтады. Жас жігітке көмектесуге тырысқанда, Мадок оны әлі де жағдайды түзете алатынына сендіреді және кетер алдындағы соңғы сыйлық ретінде ер адам оған кілттерін береді. Оның көлігі. Бұл сыйлық Джеремидің көңілін көтереді және ол Ральфты іздеуге шығады. Ол досы оны ренжітеді деп қорқатын сияқты. Жас жігітті тыныштандыру үшін Джереми оған ештеңе істемейтініне уәде береді және бірнеше минут сөйлескеннен кейін олар татуласып үлгереді. Енді олар қайтадан жақын дос болып кеткендіктен, ұлдар қыздармен араласу үшін қаланың рок-клубтарының біріне барады. Ральфтың жауап беру мүмкіндігін арттырғысы келген Джереми бардағы әйелдердің бірін иллюзиямен баурап алуға тырысады. Бірақ оның күші сайып келгенде, оның қуғыншыларының бірі Гримске әсер етеді. Алайда, жастар мұны байқамайды және бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін Ральф досынан соңғы рет көмек сұрайды. Соңғы рет және би алаңының ортасында тұрған әйелге қарай бет алды. Осы кезде Гримс жас жігітпен билеуге келеді. Ал Джереми өзінің иллюзиясымен ер адамға әсер еткенін түсінгенде абдырап қалады. Сонымен бірге Леопольд Ральфты атуға дайындалып жатыр. Бірақ Гримс оны тоқтатып, бастығын ашуландырды. Бұл динамиктердің біріне жебені соғып, күзетшіні ашуландырады. Шабуылға жол бермеу үшін Леопольд арбалетін Гримске береді. Оны күзетші залдан қуып жібереді. Дүрбелеңді пайдаланып, Джереми мен Ральф оқиға орнынан қашып, тыныш мейрамханаға барады. Онда олар Дарланың достарымен көңіл көтеруіне тап болады. Бұрын жасаған барлық істері үшін кешірім сұрағысы келген Джереми қызға жақындайды. Бірақ олардың әңгімесі кезінде Ральфты аңшылар ұстап алады. Олар оны осы жерден алып кетеді. Досының ұсталғанын түсінген вампир Дарладан оның соңынан еруін сұрайды және олар Ральфты жоюға дайындалып жатқан ерлердің фургонын қуады. Қуған кезде Джереми Дарлаға бәрін айтуды шешеді және вампир болғаннан бері оның өмірінде не болып жатқанын түсіндіреді. Қуғын сүргін жалғасқан кезде бірнеше полиция көлігі пайда бола бастайды және дәл осы сәтте жолдың ортасында апат болып, Джереми мен Дарланы ұстауға мәжбүр етеді. Ол жағдайды түсіндіруге қанша тырысса да, жас жігіт патрульді көліктердің біріне қамалып, Ральфты аңшылар жойып жіберетінін біліп, қатты күйзеледі. Алайда Дарло бұған жол бермейді және ол рөлге отырады. Осылайша олар ер адамдарды қууды жалғастыра алады. Бұл әрекет Джеремиді таң қалдырады және алдыңғы орындыққа секіргеннен кейін ол радио арқылы полиция бөлімшесіне хабарласып, қашқындарды ұстау үшін қосымша күш сұрайды. Сонымен қатар, жас жігіт ата-анасымен радиода сөйлеседі.
Өйткені олар оны үйде тыңдап жатқанын біледі және жағдай ретсіз болғанымен, оның еш нәрсеге кінәсі жоқ екенін айтады. Ұлының қиыншылыққа тап болғанын түсінген ерлі зайыптылар оған көмекке барады. Ал Джереми аңшыларды қудалауды жалғастыруда. Бірнеше минуттан кейін ер адамдар Ральфты жою үшін қараусыз қалған шіркеудің жанына көлік қояды. Ал Леопольд оның орнына Гриммске мұны істеуді бұйырады. Өйткені ол қалай болу керектігін үйрену керек. Нағыз аңшы. Алайда көмекшінің мұны істеуге батылы жетпейді. Және бастық шабуылды аяқтамай тұрып, Джереми оларды тоқтату үшін келеді. Ральф шынымен вампир ме деп сұрағанда, Леопольд вампиризмге тест тапсырады. Және олардың үлкен қателік жібергенін түсініп, Гриммдерден көңілі қалады. Сондықтан олар оны босатуға шешім қабылдады. Құтқарылғанына қатты қуанған жас жігіт досын құшақтап жүгіреді. Бірақ мойнындағы сарымсақ алқасы оны досына ренжітеді. Нәтижесінде аңшылар Джеремидің шын мәнінде нағыз вампир екенін біледі. Осыған байланысты үш бірлік шарасыздықтан қашып, ескі зиратқа қарай бет алады. Олардың қашып кеткеніне қарамастан, жастарды аңшылар тез қоршап алады. Және достарын қорғау үшін Джереми Леопольдқа жақындап, оны өз қолымен жерден көтереді. Жас вампир ер адамдарға оны азаптауды тоқтатуды бұйырады және бұл жолы ғана оларды аямайтынын мәлімдейді. Осылайша, егер олар қайта кездессе, олар ауыр зардаптарға тап болады. Алайда Леопольд аңшы ретіндегі мансабынан бас тартудан бас тартады. Және жас жігіт қандай да бір шешім қабылдамай тұрып, Мадоктың қасында Нора пайда болады. Әйел өзінің вампиризмінің арқасында қайта туыла алғаны анықталғаннан кейін, Мадок қосымша күштерді шақырады. Нәтижесінде бір топ әйел вампирлер пайда болып, оны алып кетеді. Леопольд кетіп қалады. Енді олардың қас жауы одақтас болуға мәжбүр болған соң, вампирлер кетуге дайындалып жатыр. Ал Джереми досымен қоштасады. Оның қаншалықты жеткенін мақтан тұтатын досы. Ақырында үш дос зираттан шығуға бет алды. Ал Джереми күлімсіреп, қазір қасқыр кейпіндегі Мадоктың қаладан кетіп бара жатқанын көрді. Олар кетер алдында Ральф полиция көліктерінің артынан қуып, шарасыздықтан қашып бара жатқан Гриммсті қорқытуды шешеді. Осыдан кейін Джереми ата-анасымен қайта қауышады. Олар бәрінің қауіпсіз екенін естігенде жеңілдеп қалады. Әсіресе осындай қарбалас түннен кейін.